Тыңдаңыздар, той дабылын қағып тұрған мұнда біз бар. Естімеген естіңдер, тыңдамаған тыңдандар. Наурыз тойы басталды, бір орнында тұрмандар. Алас, ауру сырқаудан алас. Алас, алас, бәледен қалас. Көзі жаманның көзінен алас. Тілі жаманның тілінен алас. 30 омыртқасынан алас. 40 қабырғасынан алас. Алас, алас, алас. Әз наурыз, бақ берекем, ырыс дәмім, толтырып уысыма нұр ұстадым. Алтай қар жамылған қырға шығып, лебімен сарарқаның тыныстадым. Бұл наурыз талда бүршік, тастақына, қыз патша тақтан тайды қасқағымда. Тағы да көктем келді, мен де келдім, құстардың әнін қосып дастанына. Көгіңде бейбіт құсын қалықтасын,
Қазақтың үні асқақ шарықтасын, аспанда шуақты күн нұрын шашып, ұрпағың еш уақытта тарықпасын. Әппақ боп нұрдан жаралған, жүзіңнен шуақ таралған, Қыдыр ата келеді, сазыңды естіп шалғайдан, жыл бақытты болсын деп, ақ батасын береді. Құдайын қолдасын, жіберсін пейіл жолдасын. Жал есі, алдың береке, артың мереке болсын. Егеменді елімнің қазынасы ырысқа толсын. Еш жамандық болмасын, басыңа бұлт қонбасын. Денсаулықтарың зор болсын, дастархандарың мол болсын. Қайда барсаң алдарыңда жарқыраған жол болсын. Үміт артқан ол қыздарың ел сенімін ақтасын. Бірлігіміз берік болып, еліміз өркендеп дами берсін. Ел аман, жеріміз тыныш болсын. Әумин. Келді көктемім, гүлдер бүршігін жарып. Келді көктемім, жаңа бір үміт алып. Қуанып жасымызда кірімізден, саламыз шаттық әнге бәрімізден. Көктем ару келді, наурыз. Ағайын,
Это символ Наурыза – дерево желаний. С древних времен существует поверье: если на это дерево завязать ленточку и загадать желание, оно непременно сбудется. Желаю всем исполнения ваших самых сокровенных желаний. Мы здесь сегодня собрались, чтобы встретить праздник Наурыз. Улыбки, шутки, звонкий смех пусть радуют сегодня всех. Возьмемся за руки, друзья, ведь мы единая семья. Татарин, немец и казах, литовец, русский и поляк. За нашим праздничным столом мы вместе песню запоем. Открыта дверь для всех гостей, для пожилых и для детей. Весна навстречу к нам идет, весна на праздник нас зовет. Народы самых разных стран шлют поздравления в Казахстан. Играй, баян, звени домбра, желаю радости, добра, и чтоб мечты у всех сбылись. Здравствуй, праздник Наурыз! постучит за окно, открой. На солнце взгляни, послушай, как птицы поют весной. Скорей, мой хороший друг, на север взгляни, на юг, на наши просторы, синие горы, и золотую вокруг. Ты пришла, весна, и чудес полна. Ты идешь по всем дорогам, по степям, по горам. Улыбнешься ты, расцветут сады, и сердца стучат сильнее, и смелее мечты. Көкжібек жамалып бәйшешек тағынып келді көктем. Жұпардай самалы тербетіп даланы сүйді беттен. Жан жағын
міне бір қатар салып болдым жүнді. Енді екінші қатарды тігінен саламыз. Жаңа көлбенең салғанбыз, енді екінші қатар тігінен саламыз. Бұда да біркелікті болу керек жүн. Біреуі қалың, біреуі жұқа болмау керек. Егер қалың бір жері жұқа болып қалса, киіз қып басып оюды салған кезде аралар тесік болып қалады. Сол үшін біркелікті болу керек. Тесік болмаш. Енді тағы да 1 сантиметрден төмен түсеміз. Осылай міне түгел барлық жерін жауып шығамыз. Екінші қатар. Міне қазір екінші қатарды біттік, салып. Енді шетін тегістеу үшін шетін былай салдық, оңынан салып отырып, солынан саламыз шетін тегістегенде, матаны. Сонда матаның шеті қайшымен қырқылған сияқты біркелікті болып шығады. Сол үшін мынаны көлбен керісінше салдық. Міне салып болдық. Енді кез келген сетка матаны, болмаса капрон матаны саламыз. Оған су, сабын. Енді сабындап, енді уқалаймыз. Уқалаған кезде бұл сабын екеуі бірігіп, жүн бір-біріне бірігіп жабысып қалады. Клей сияқты болып жабысады бұлар. Міне болдым, сабындап. Енді бетіндегі сетканы аламыз. Сетка болсын, капрон болсын кез келген. Мата қойып қойсақ болады. Енді бұны алып ашып. Енді шектерін тегістеп шығамыз. Сонда 4 бұрышты болып шығады. Мен қазір кішірек көрсетіп отырмын, негізі осыны үлкен қылып жасаймын. Кез келген көйлек жасаған кезде бірінші осыны жасап аламын. Көйлек, накидка, пальтоларға пайдалансақ болады. Енді қайтадан сетканы жағамыз. Қайтадан бір сипаймыз. Енді оқтауды алып ораймыз. Артығымен болған дұрыс. Енді қыбы мата болу керек. Синтетик мата болмау керек. Тек қана қыбы мата болу керек. Сонда суы біркелікті болып, киіз тез жабысады. Бірінші көп жасауға болмайды, өйткені көп жасайтын болсақ, ол кезде жүн орталары жылжып кетеді. Жылжымас үшін бірінші 10 реттен жасап аламыз. Енді осылай 10 рет жасадық. Енді осы 4 бұрыштың 4 жағынан 10 рет жасалынады. 4 жағынан да жасап болдық. Міне қазір осы жүнді жарты сағатқа кептіреміз. Жарты сағаттан кейін осы қайшымен кесіп көрсетемін. Шапанды қалай жасау керек. Тура осы тәсілмен алдын ала дайындалған киіз талдырма. Қазір осыны қайшымен кесеміз. Бұған кеспей тұрып алдын ала ою. Түрлі-түрлі оюларды саламыз. Міне осындай оюды көп етіп кесіп аламыз да. Осыны материалға басамыз. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Мынау жібек мата. Жібек матаны. Ең алғашқыда жібек матаны суменен тегістеп аламыз. Бұл табиғи таза жібек матасы. Ешқандай қоспа жоқ, синтетикалық. Бәрі табиғи жібек.
осыны осылай тегістеп аламыз. Үлкен шапан болғандықтан үстелдің түгел басына дейін жайып, осы оюларды осылай қойып шығамыз. Тура осыны толтырамыз материалдың үстіне. Енді оюдың үстіне жауып шығамыз. Барлық жерін түгел тегістеп сабындаймын. Бұны ақырын жай жасау керек. Қатты жасаған болмайды. Қатты жасайтын болсақ, ол кезде оюлар жылжып кетеді. Барлығын осылай сабындап шығамыз. Міне енді сабындап болдық. Оқтаумен ораймыз. Матамызға ораймыз. Осылай бірнеше рет 10-10-нан жасаймыз. Тағы да кейін екінші жағынан тағы 10-10-нан жасаймыз. Кейін 25 рет жасаймыз. 25-тен екі жағынан жасаймыз. Осы тұрған шапанды осы шетінен 25, мына шетінен 25 жасаймыз. Кейін 35 жасаймыз, 35 жасаймыз. 100-ге келген кезде бірінші 10 рет жасаған кезде жай ақырындап жасалынады. 25 жасалғанда да жай жасалынады. 50 санына келген кезде, екі шетінен жасалған кезде кішкене қаттырақ жасай бастаймыз. 100-ге келген кезде кәдімгі күшіңізді салып басасыз. Міне екі жағынан 100 жасап шығардым. Бірнеше рет қайталадым. Енді қазір материалды жібекті көрейін. Оюды тексеріп көреміз. Жабысты ма, жабыспады ма? Мына жағында аударып, екінші жағында аударып көреміз. Міне оюлар жабысқан. Міне манекенге кигіздім. Бағанағы жұмыстың қорытындысы. Енді осы жерден кесіп, жең шығарып алсаңыз да болады. Бұл кепкенше осылай тұру керек. Қорытындысы шапанның. Бұл киімнің өте пайдасы жоғары. Бұл киім ыстықта терлетпейді, суықтан қорғайды. Қан қысымы бар адамдарға өте пайдалы. Йод жетіспейтін адамдарға 100% йод болады құрамында. Тірліктің кеңейткен тынысым. Наурызым жыл басы мерекем, ғашықтай күн мен түн тең екен. Егемен елімде сенімен жалғасып барады берекем. Наурызым жыл басы мерекем, ғашықтай күн мен түн тең екен. Егемен елімде сенімен жалғасып барады берекем. Өмірге үн қосып өскелен, өзіңнен көңілін көктеген. Көп көже жеті тәм татысып, арылам әреніш өкпеден. Наурызым жыл басы мерекем, ғашықтай күн мен түн тең екен.
егемен елімде сенімен жалғасып барады берекем. Наурызым жыл басы мерекем, ғашықтай күн мен түн тең екен. Егемен елімде сенімен жалғасып барады берекем. Жыл басы мерекем, ғашықтай күн мен түн тең екен. Егемен елімде сенімен жалғасып барады берекем. Наурызым жыл басы мерекем, ғашықтай күн мен түн тең екен. Егемен елімде сенімен жалғасып барады берекем. Поздравляю всех казахстанцев с прекрасным праздником обновления Наурыз. Пусть он принесет в каждый дом достаток, здоровья и счастья. Желаю всем любви, удачи и понимания. Любимый край, заветный мой, край, что я зову родной землей. И лишь твои просторы возвращаясь, я знаю, что вернулась я домой. Вот опять, как в детстве, я смотрю на твою огромную зарю. И уходят прочь мои печали, и вновь я говорю, с волнением и любовью говорю. Родная, родная, родная земля, холмы и равнины, леса и поля. Ты доброй судьбою на счастье дана, одна ты на свете и в сердце одна. Бәрінен қымбатсың сен маған, байрағыңды биік ұста сенің. Өзге жерден емес, тек өзіңмен бақыттыммен болам. Туған жер жайнай бер, жайна ол елім, өзің деп соғады менің жүрегім. Қырандай самғай бер, сен жасап ұшқан, туған жер жайнай бер, біздің Қазақстан. Туған жер жайнай бер,
что счастлива лишь здесь. Я счастлива могу быть только здесь. Родная, родная, родная земля, холмы и равнины, леса и поля. Ты доброй судьбою на счастье дана. Одна ты на свете и в сердце одна. Туған жер жайнай бер, жайна ол елім. Өзің деп соғады менің жүрегім. Қырандай самғай бер, сен жасап ұшқан. Туған жер жайнай бер, біздің Қазақстан. Туған жер жайнай бер, біздің Қазақстан. Туған жер жайнай бер, біздің Қазақстан. Құрметті қазақ елі, Наурыз мейрамы құтты болсын. Наурыз мерекесі еліме, жұртыма, әрбір отбасына бақыт пен қуаныш, бірлік пен молшылық әкелсін. Ұлыстың ұлы күні оң болсын, ақ мол болсын. Елестеттің көктемді
Уважаемые казахстанцы, поздравляем вас с праздником весеннего обновления и пробуждения природы Наурыз Мейрамы. Этот замечательный праздник мы встречаем в преддверии юбилея нашей страны, 30-летия независимости Республики Казахстан. Пусть этот светлый весенний праздник укрепит узы дружбы, взаимного уважения и понимания. Пусть каждый день пробуждающейся весны приносит в ваши дома счастье и благополучие, мира, добра и процветания нашему общему дому, Республике Казахстан.